Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңартылған білім мазмұнына сай заманауи сабақты іске асыруға көмектесетін шығармашылық әдіс-тәсілдердің бірі рөлдік ойындарды қарастырамыз. Рөлдік ойын оқушылардың өздерін басқа адамдардың орнына қойып, мәселе немесе проблеманы солардың тұрғысынан қарастырып шешуді көрсетеді. Рөлдік ойындардың басты мақсаты қоғамда кеңінен таралған мәселелерді шешуге бағыттауда іс-әрекеттерді меңгеру болып табылады. Енді ең басты сұрақтардың бірі, мұғалім рөлдік ойынға негізделген сабаққа қалай дайындалады? Әрине, алдымен ойынның шарттарын, ережелерін, мақсаттары мен кезеңдерін, қатысушыларын және де ойынның болжамын, ойынның қорытындысын алдын ала мұғалім анықтап дайындалуы қажет. Ойынның түрлері оқушылар тұрғысынан алып қарағанда жеке рөл, не болмаса топтық рөл болуы мүмкін. Сондай-ақ ойынның түрлері имитациялық ойындар, шартты ойындар және де жағдаяттық ойындар болып бөлінеді. Ақпаратпен жұмыс жасауға оқушылар келесі түрлерін бөліп қарауға болады. Яғни көшбасшы қатысушылардың жеке пікірлерін жинақтап, негізгі ойды дамытады. Автор өз көзқарасын ұсынады. Сыншы талқылау барысындағы пікірлерге сыни тұрғыдан пікір айтады. Қолдаушы кез келген идея, әрекетті қолдап, қолпаштап отырады. Инсайтмен немесе вумен мәселеден алған инсайтымен бөліседі. Ақын топ жұмысына қатысты немесе тақырыпқа байланысты өлеңдер шығарады. Дизайнер постер құрады. Уақытты қадағалап отыратын таймкипер. Сұрақ қоюшы сұрақтар дайындайды. Жалпы рөлдік ойындарды пәнге байланысты түрлендіріп, пәннің спецификасына байланысты әртүрлі рөлдерді ойнауға болады. Мысалға, саяхат, пікірталас, пресс-конференция, сот және тағы басқаларын ұйымдастыруға болады. Сөзімнің соңында Уинстон Черчилльдің сөздерін келтіргім келеді. Мектептің білім беруімен еш байланысы жоқ. Ол балалардың қарым-қатынас жасауын бақылайтын институт болып табылады.